Баршаңызға сәлем, үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз үшінші сабақта нотариустың шығарған атқару парағына, яғни исполнительный надписке заң жүзінде қарсылық, яғни возражение жазуды үйренеміз. Бұл айтып кеткенде исполнительный надпись мына осылай болып шығады. Тек қана өкінішке орай орыс тілінде шығады. Бірақ орыс тілінде шықты деп бұны сіз түсінуге міндетті емессіз, яғни орыс тілін білуге міндетті емессіз. Соны ең бастысы біліп жүріңіз. Одан кейін исполнительный надпись жеке зат орындаушы сізге берді, қолыңызға алдыңыз. Ары қарай осы исполнительный надписке қарсылық, яғни онымен келіспейтініңізді жазуыңыз қажет. Бұл жерде исполнительный надписті қолыңызға алған кезде біз екі жағдайға мән береміз. Яғни бірінші ол онлайн займдар бойынша қарсылық жазу, ол басқаша болады. Ал екінші банктегі несие бойынша шыққан нотариустың исполнительный надписіне қарсылық жазу, ол бөлек болады. Ол екеуінің де үлгісі сіздерге ортақ чатқа беріледі. Екеуін ең басты шатастырып алмаңыздар, себебі екеуінде екі түрлі заң қолданылады. Яғни онлайн займға жазған қарсылығыңыз ол банктегі несиеге тура келмейді. Ал банктегі несиеге жазған қарсылығыңыз ол онлайн займдар бойынша шығарылған исполнительный надписке қарсылық жазуға тура келмейді. Ары қарай қарсылықтың үлгісі сіздерге ортақ чатқа міндетті түрде беріледі деп айттым. Қазір ол жерде мен кішкене айтып кетемін, қандай критерийлер болу керек. Солар бойынша сіздер өздеріңіз берілген үлгіге қарап жазсаңыздар болады. Біріншіден біз онлайн займдар бойынша айтып кететін болсақ, онда бұл жерде сіз қай қаланың нотариусы шығарған, бұл исполнительный надписті соны жазып кетесіз, толық аты жөн, мемлекеттік лицензиясын жазып кетесіз, мекен жайын, электронды поштасын, телефон нөмірін. Егер де сіздер Google'дан жаңағыдай нотариустың толық аты жөнін жазып, оған байланысты ешқандай ақпараттар таппасаңыз, яғни телефон нөмірі жоқ, қай жерде отырған ештеңе ақпарат жоқ болмайтын болса, демек ол нотариус жұмыс жасамайды, яғни өзінің лицензиясынан айырылған деген сөзді мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде онлайн займдар бойынша қарсылық, мен бұл жерде 5 жағдайды көрсетіп кеттім. Сол 5 жағдайдың қайсысы сізге тура келеді. Яғни бесеуі тура келсе, бесеуін жаза берсеңіз болады. Ал бірақ егер бір-екеуі тура келмейтін болса, оны жазудың қажеті жоқ. Біріншіден айта кететін нәрсе, бұл жерде барлық исполнительный надписке, атқарушылық жазбаға қарсылық ретінде сіз, яғни оның қазақ тілінде емес, яғни сізге түсініксіз тілде шығарылған жазып кетесіз. Міндетті түрде ол. Себебі Конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазып кетесіз. Екіншіден, нотариус сізге исполнительный надписті жіберген жоқ. Жіберсе де жібермейді деп жаза бересіздер. Екінші жағдай. Оны жазып кетесіздер. Одан кейін үшінші жағдай бұл уже онлайн займдарға, онлайн займдардың заңсыз екеніне қатысты баптар жазылып кетеді. Төртіншіде сондай, бесіншісі нотариустарға қатысты айтып кетеді. Яғни бұл жерде исполнительный надпистер тек қана негізгі алған сумма бойынша шығарылу керек. Алайда онлайн займдар бойынша бұл сумманың ішінде онлайн займдар негізгі сумманы, вознаграждениені және де пеняны үшеуінде қосып қойған болатын. Көбінесе солай қосып қояды, сондықтан да 5-ші жағдайда қосып жазып кетесіздер. Бұл жерде барлық заңның, баптардың барлығы жазылған. Не сұрайсыздар? Бұл жерде нотариустан сіздердің нотариустан атқарушылық жазбаның күшін жоюды сұрайсыздар. Және де оны бұл жерде нотариусқа барудың қажеті жоқ. Себебі сіз мысал үшін Алматы қаласында орналасқан болсаңыз, сізге қатысты атқарушылық жазбаны, исполнительный надписті Астана қаласының нотариусы шығару мүмкін. Сіз сол нотариусқа жаңағыда қарсылық беру үшін Астана қаласына бармайсыз ғой енді. Тек қана электронды поштасына немесе нөмірін тапсаңыздар, телефон нөміріне WhatsApp-ына жазасыздар, немесе звондайсыздар, хабарласасыздар.
қай жерге қайда жіберуім керек қарсылықты өздері электронды поштасын айтады, немесе мекен жайын айтады. Қазпочтамен жаңағыдай қолдарыңызды қойып, жаңағыдай қарсылықты жазып жіберсеңіздер болады. Немесе WhatsApp десе, значит, WhatsAppқа жібересіздер, немесе электронды поштасына жазып жібересіздер. Одан кейін 5 жұмыс күн күтесіздер. Бұл шағымға, бұл қарсылыққа қосып тіркелетін құжаттар, ол сіздің жеке куәлігіңіздің көшірмесі және де атқару жазбасының көшірмесі міндетті түрде қосып тіркейсіздер осы шағымға. Одан кейін барлығын жазып, дайындап, нотариусқа жібересіздер. Ал банк бойынша, несие бойынша, банктегі несие бойынша атқарушылық жазбасы шығатын болса, бұл жерде онда жағдай кішкене басқаша болады. Бұл жерде де біріншіден бұл атқарушылық жазбаның сізге түсініксіз тілде шығарылған жазасыздар, яғни қазақ тілінде емес, иә. Екіншіден, нотариус сізге бұл атқарушылық жазбасын, яғни исполнительный надписті жіберген жоқ. Үшіншіден, бұл жерде банк нотариусқа бармас бұрын сізбен мәмілеге келуге тырысу керек еді. Яғни сізге шағым жіберу керек еді, иә. Ол шағымды банк өкінішке орай жіберген жоқ, сондықтан да сіз бұл атқарушылық жазбасы заңсыз болып табылады. Одан кейін төртінші жағдай, бұл жерде нотариустарға қатысты айтылады. Сонда жазып кетесіз, ол заңның, баптың барлығы жазылған. Бұл жерде де сұрайтыныңыз атқарушылық жазбаның күші жойылсын. Бұл жерде де сол құжаттарды тіркейсіздер, нотариуспен сөйлесіп, ары қарай қайда жіберу керек қарсылықты барлығын сұрап, одан кейін жібересіздер. Нотариус жаңағы өзінің атқару жазбасының күшін жоятын қаулыны сізге жібереді. Бұл жерде де ол сізге ешқандай айта алмайды. Неге менің исполнительный надписіме қарсылықты қазақ тілде жібересің? Мен исполнительный надписті орыс тілде шығардым ғой, мен түсінбеймін деген сияқты әңгіме айтылуы мүмкін, бірақ жазбаша ол сізге ешқандай да олай жазып жібере алмайды, себебі заңға қайшы нәрсе. Сондықтан да әрине сізге қаулыны нотариус орыс тілінде жібереді. Егер де өзінің исполнительный надписінің күшін жойған болса, өте керемет. Ары қарай сіз жеке сот орындаушыға счеттарды аресті шешу жайлы, істі тоқтату жайлы ар жазасыз. Ал егер де өзінің шығарған исполнительный надписін жоймайтын болса нотариустар, онда келесі сабақта, 4-ші сабақта біз не істеу керектігі туралы барлығын мен сізге айтып беремін. Келесі сабақта кездескенше назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.